Қайырлы таң, менің құрметті көрермендерім. Біз кеше компотты қайнатып, дәлізге қойдық, сусын деп. Міне таң атты. Қазір жұмысқа кетейін деп отырмын. Міне компоттың түрі осындай болды. Енді мен бағанада іштім. Өте кереметтілігі. Мен кішкене тамағым ауырып, дел-сал болып жүргем. Енді осы компотты ішіп едім. Бастысы, бұл компоттың қасиеті адамды терлетеді екен. Осы компотты жасап ішіңіздер, әрі дәрумен, әрі сусын. Енді дәмін сіздермен бірге бөлісейін тағы да. Қышқыл лимонның, мятаның дәмі бар, бірақ қанттың да дәмі бар. Мен отбасым қантпенен тәттіні жақсы көреді, бірақ мен өзім жақсы көрмегендіктен көп салған жоқпын. Дегенмен тәтті болыпты. Осындай компот жасаңыздар, балаларыңызды, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Денсаулыққа зиян кола, басқа енді зиянды сусындарды ішкенше, өз қолдарыңыздан осыны жасап берсеңіздер, өте керемет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менен пайдалы ақпарат алатындарыңызды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған әдеттегі тимен ауылдың қарапайым қызын қолдап кетіңіздер. Сау, саламатта болыңыздар. Бар жоғы 3 заттан жасадым. 1 лимон, 1 апельсин, мята. Болды. Аман болыңыздар. Қойшы, Васька, пожалуйста, қойшы, птички. Мятаны турайын. Қандай күшті деп жатыр менің балам. Суға қосамын. Бисмиллахиррахманиррахим деп.